Қазір имандар неке қиғанда махыр сұрайды. Сұрамай ақ қойса болмайды ма? Некесін қиып жібересі. Мен неке махыр туралы талай айтқам. Енді шариғаттың үкімі болғанын айтады. Бірақ негізі қазақ дәстүрінде, жалпы Орта Азияда махыр сол қызға берген сыйлықтардың бәрі махыр болып кете береді. Қалың мал деген ат бар. Елдің қырғыздары септеп, немесе басқа халықта әке күші, ана сүті, тағы да басқа аттармен әр облыста әр жерде айтады. Соның бәрі қыздың махыры. Оны бөліп шығарудың қажеті жоқ. Мысалы, Совет үкіметі кезіндегі аналарымыздың ешқайсысы махыр бермеген әкелерімізге. Әкелеріміз, аналарымыз махырамаған. Сонда бәрі күнәһар адам бола ма? Бәрі Құдайдың әмірін бұзған бола ма? Өткенде бір оқымысты интернетте, тиктокта ма бір жерден көріп қалдым. Ол Құдайдың ақысы беру керек деп далбаслап жатыр да. Айналайын. Қазақ халқы өмір бойы иманды болған. Сен 4 нәрсе үйренбей тұрып, қазақ халқы махырды берген. Махырды махыр демей-ақ басқа атпен берген. Бізде хиджаб деген сөзбен емес. Біздің халқымызда орамал, кимешек, басқа сөздермен алмастырып бергенбіз. Біз сондай иманды халықпыз. Айналайындар. Бүйректен сирақ шығарудың қажеті жоқ. Қазақ халқы өмір бойы мұсылман болған, өмір бойы Құдайға шүкір мұсылман. Сен махырды үйренбесең де, махырды айтпасаң да, қазақ халқы шартын орындап келген, шариғаттың шартын. Сондықтан 4 нәрсе үйрендім деп, бұрынғы ата-бабаларымыздан келе жатқан салтымызды бұзудың қажеті жоқ. Қазақ салтында солай айтылған, өмір бойы салт мәселесі біздің орында бірінші орында тұрады, діннен кейінгі. Сондықтан сол имандылықтың аясынан алған салтымыз бар. Сол салтпен өмір сүру тағы нағыз имандылықтың жолын қамтиды алтындар.